Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Азиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, әрі керемет болып шығатын, және де шаймен керемет кететін жұмсақ мамықтай печеньелерді дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай печеньелерді ортасынан бөлгенде өте жұмсақ, өте керемет бөлініп жатыр. Шоколад қосылған керемет печеньелерді бірге дайындайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен таза мискамызға, бөлме температурасында тұрған сары майымызға, жұмсақ сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып салып, оны да жақсылап миксермен араластырып алатын боламыз. Мына жерде алдын ала електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Мына жерде менде ұн алдын ала електен өткізілулі тұр. Енді оны 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып, жақсылап араластыратын боламыз. Басында осылай қоюланғанша миксермен араластырып, қоюланғаннан соң қолымызбен қамыр елеп шығаратын боламыз. Енді оның үстіне мен салмасына шоколад салып жатырмын. Ол маңызды емес, салмасаңыздар да болады, бірақ шоколад салғанда өте жақсы керемет дәм беретін болады. Дайын болған қамырымызды үлкен қасықтың көмегімен осылай қолымызға салып, дөңгелектеп, яғни шар тәріздес дөңгелек етіп формаға енгізетін боламыз. Мінекей осылай дөңгелек қылып шығаратын боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Үлкен қасықпен алып, қолымыздың көмегімізбен дөңгелек формаға енгізіп, осылай шығаратын боламыз. Дайын болған печеньелерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты әрине. Мінекей біздің сонымен печеньелеріміз дайын болды. Енді дайын болған печеньелерімізді тәрелкеге салып, шайға ұсына берсеңіздер болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе шоколадты ұнататын жандар үшін шоколад қосылған печенье сондай дәмді үйлеседі. Қазір сіздерге бұл печеньені бөліп көрсететін боламын. Мінекей печеньені бөлгенде видеода көрініп тұрғандай өте жұмсақ, сондай нәзік болып бөлініп жатыр. Шоколады да ішінде керемет болып тұр. Достар, қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама жазылып кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.